тоқалдың құқығы бар ма? Қазақстанда некені құқықтық жағынан тек мемлекет реттейді. Егер неке ресми тіркелмеген болса, онда тек бірге тұру сожительство деп есептеледі. Діни неке рәсімі никахтың заңдық күші жоқ. Қазақстанда бірінші заңды жұбайы бар, адамның талақ айтып ажырасуы өзекті болып тұр. Тоқалмен талақпен ажырасып, үйінен қуып шығуына мысалдар көп. Тоқал бұрынғы күйеуінің қолдауынсыз балаларымен жалғыз қалады. Тоқалда бірге сатып алынған ортақ мүлікке құқығы жоқ. Өсиет жасалмаса, мұрагерлік құқығы жоқ. Әке болу жазылмаса, алимент алуға құқығы жоқ. Бірақ өз құқықтарын қорғау үшін сотқа немесе әлеуметтік қорғау органына жүгінуге құқығы бар. Мысалы, егер ортақ балалар бар болса, баланы қамтамасыз ету үшін ақша алу мүмкіндігі бар. Құқық қорғаушының кеңесі: егер сіз тоқал болсаңыз, онда ортақ мүлікті өз атыңызға тіркеңіз. Махаббат жақсы, бірақ мұндай некедегі балалардың болашағына сіз жауаптысыз.